мен Нұрсая достар, және де менің видеоны түсіріп тұрған менің анам. Бүгін біз менің туған күніме дайындалатын боламыз. Яғни түнгі 12 болды. Бізде бәрі ұйықтап жатыр. Міне бізде оформлениесі өте әдемі. Өте күшті. Біз алдын ала бәрін дайындап болғанбыз. Яғни міне бізде міне сатынем деген сөз. Біз әдейі сыны бөлек жабыстырдық, өйткені сатынем дейтін бірге жазылып кетеді. Ал бізде біргеме дейтін сөз бөлек. Және де бізде өте көптеген шарикті, біз бұны қазір ғана біліп біттік. Әлемде 0 дейтін бір шарика. Мен өте қуаныштымын достар. Бірақ та тортты біз заказ беріп қойғанбыз, яғни коронавирус хит болып жатқан. Ол тортты біз заказ беріп қойдық. Міне туған күніңмен бар. Бізде осындай өте әдемі күшті көбейлер, яғни түрлі түсті. Сіздерге қатты ұнады деген ойдамын. Комментарияға барлықтарыңыз туған күніңмен Нұрсая деп жазып кетуді ұмытпаңыздар. Және де осындай курами дейтін шарик. Балақайлардың бәрі осыны өте қатты жақсы көреді. Яғни көбінесе қыздар. Бұл тренд болған қыз, яғни қуыршақ. Міне біз мына оформлениені арнайы сатып алдық, яғни Диас дүкенінен сатып алдық. Міне осындай упаковкада тұрды. Өте әдемі. Және де осындай екі свеча. Бірақ та біздің корона торттың өзінің бөлек свечасы болатынын естіп, біз енді бұны апаймыз деп шештік. Өте әдемі. Сіздерге қатты ұнады деген ойдамын. Достар, енді мен сіздерді көп күттіріп қоймақ үшін тезірек дайындап тастаймын. Мен үшін бұл өте ұзақ болса да, сіздер үшін секунд болып өтеді. Сол себепті күтуді ұмытпаңыздар. Результатын қазір көресіздер. Достар, мен оформление жасап болдым. 10-нан 10-ға дейін яғни 10-нан бағалап кетіңіздер. Міне мен осындай свечаға қойын. Яғни торт бізге ертең келеді. Сіздер білейік. Туған күнің құтты болсын. Нұрсаяның жасаған оформлениесі. 1-ден 10-ға дейін бағалап кетіңіздер. Видеоны лайктарыңызды басып, подписка кнопкасын басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Всем пока! Сау болыңыздар.